Соқырлар мектебінде оқып жүргенімде мұғаліміміз айтушы еді. Айналайындар, өмірді көзі барлардан әлдеқайда артық сүйе білуіміз керек. Өйткені біздің көрмейтіндердің жер бетінде қарманып жүруі оларды тәубеге келтіреді. Өйткені олардың санасында минут сайын соқыр болып қалмайын деген сақтық еш шықпауы керек. Бір күні мен су қараңғы емес, көзімнің саңлау барлығына өкінген кезім болды. Бұдан 10 жыл бұрын екі көзімді бірдей шел басып, мүлдем көрмей қалдым. Сол кезде мен өзімді емес, сүйіп қосылған жарымды аяған едім. Ол күн түн демей зар еңіреп жылай береді. Ал кішкентайдан бір көскен жан досым өзімнен бетер уайымдап, жаны қалмай жетелеп жүруші еді. Ақыры ауруханаға түстім. Одессаға барып операция жасатқан соң, атақты дәрігер иненің жасуындай саңлау шығарып, көз алдымдағы қап-қара түнектен тесік шығарып беріп еді. Бірақ мен оны үй ішіме де, дос-жарандарыма да айтқым келмеді. Одессадан мені әйелім мен досым алып қайтты. Самолетте 3 орындыққа қатар отырдық. Сонда не көрді дейсің ғой? Не көрдім? Терезе жақта отырған, жалт қарап едім. Жан жарым мен жан досым құшақтасып сүйісіп отыр екен. Мен оларға тесіліп ұзақ қарадым. Мені көрмейді деп ойлаған екеуі қаймақ бастан аймаластай. Жақсы, көзім көрмей-ақ қойсын. Өзімнен, жүзімнен неге ұялмады мұндағылар? Самолеттен түскеннен кейін үйге бұрылмастан тура соқырлар қоғамына қарай тарттым. Сонда мен ақырғы рет жылап, көзіме саңылау жасап берген профессорды қарғадым. Сонда мен жанарымның жайнап тұрған шағындағы бүкіл қылығымды тәрк етіп, бәрі бекершілік, күнәға тола, арсыз ғұмырлар деп білдім.